Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Мінекей біз осындай сумка тоқитын боламыз. Бананка деп аталады. Камерамды дұрыс қоймаппын, сыймай жатыр. Міне мына жағынан былай көрсетейін. Мінекей замок тігуі барлығын көрсетілген. Іші сондай кең, объемный, үлкен сумка қылып тоқылды. Ремені де осылай тоқылған. Мынаның барлығын қалай тағу керек, барлығы көрсетілген. Қазір енді мен бұның сіздерге биіктігін айтайын. Мінекей 20 сантиметр, ал ені 39 болып тұр. Алдыңғы жағынан, артқы жағынан бізде мына домалақ жағынан бізде ені 30 сантиметр. Артынан санасақ, биіктігі 20 сантиметр. Плівкасының ұзындығы қазір айтамын 11 сантиметр. Мінекей ішінде дым болмаса осылайынан бүктеп жолға шыққан кезде салбасаңыздар болады. Болмаса жолға арналған документтерді салуға болады. Мінекей қараңыздар, бұның ішіне барлығы сыяды. Мына даже сотканы салып көрсетейін. Бір сотка кетеді, мына екінші соткамыз кетеді. Әлі іші деген кең болып тұр, көріп тұрсыздар ма? Ішіне көп деген зат сыяды. Мен специально осылай тоқыдым. Мінекей дәл осылай сумка тоқу үшін менің каналымнан алыстамаңыздар, менімен бірге тоқып үйреніңіздер. Өте ыңғайлы, бұл тек қана жолға емес, көшеге тағуға да болатын сумка. Ал ендеше бастаймыз. Бізге керекті мына осындай жіп. Алдыңғы видеода сумка тоқыған кезде дәл осындай жіп пайдаландым. 240 грамм. Бұнда 85 миллиметр, 5 және 6 миллиметрлік жіп. Қазір біз осыдан сумка тоқитын боламыз. Керек заттарымыз мінекей 2 жіп. Маркеріміз керек болады. Номер 6-шы күртеуіміз керек болады. Қайшымыз, жібіміздің шетін күйдіретін құралымыз және сантиметровкамыз керек болады. Және мынадай біздің сумкамыздың бауына арналған карабиндарымыз. Бұндай заттарымыз керек болады. Артқы заттарымызды ысыра тұрайық шетке. Ендеше біз тоқымамызды бастайық. Біз алдыңғы сумкамызды тоқылған кезде дөңгелек шеңбер тоқудың мысалы басқа бір әдісін көрсеткен болатынмын. Бұл жолы мүлдем бөлек әдісін көрсететін боламын. Бірақ басталу жолы барлығы бірдей болады. Мінекей бір көзімізді іліп алдық. Енді біз осы шеңберімізге 5 столбик 6 столбик без накида тоқимыз ғой. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Жібімізді сәл босатып алайық. Бесеу, міне және 6. Жібімізді жақындатып аламыз. Тартып. Енді біз мына көзімізге тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына көзімізге маркерімізді іліп қоямыз. Каждый көзімізге 2 столбик тоқитын боламыз.
мінекей. Енді мына маркердегі жібімізге соединительный петля тоқимыз. Жібімізді көтереміз. Біз енді мына көзге біреуден тоқимыз. Келесі көзімізге екеуден тоқимыз. Мінекей. Мына жерде біз маркермен белгілеп қоямыз. Мінекей. Енді келесі көзімізге біреуден, одан кейінгі көзімізге екеуден тоқимыз. Мінекей. Мынаны көріп тұрсаңыздар, тесік болып жатыр. Біз қатты тесік болмасын десеңіздер, мына сумканың несін көріп тұрсыздар ма? Осылай қылып тоқуға болады. Мінекей. Қатты тесігі көрінбейді. Ондай қылып тоқудың, жаңағындай ешқандай тесіксіз тоқудың менде келесі осы алдымыздағы сумканың, жаңа көрсеткен сумканың тоқылу жолы менің каналымда бар, сол жақтан қарап алсаңыздар болады. Ары қарай қатар соңына дейін тоқып шығыңыздар. Екеңіз қатардың соңына келдік. Біз бағана бірінші бір көзге біреуден алып тоққанбыз. Енді мына жерде соңғы көзімізге екеуден тоқимыз. Мінекей. Енді біз мына жерге көзімізді жалғаймыз. Мінекей. Енді бізде домалақ болып шығу үшін біз мына екі көзге түсіп қалмауымыз керек. Екі столбик. Бір көзге екеуден тоқыдық қой, соған түсіп қалмауымыз керек. Қазір біз мына жерде былай тоқимыз. 1, 2 және мына жерге екі немізді тоқитын боламыз. Көзімізді тоқитын боламыз. Қараңыздар. Бір көзге біреу және келесі көзге тағы біреу. Екеуін тоқыдық. Мына жерде біз белгілеп қоямыз маркерімізбен. Мінекей, мына жерде біз енді екеу тоқимыз. Мінекей. Дәл осылай қатар соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мінекей. Осылай тоқисыздар. Мінекей, екеуін тоқыдық. Енді соңғы көзімізге біз екі столбиктен тоқимыз. Маркерімізді аламыз. Соединительный петлямызды жасаймыз. Енді біз мына жерден екі көз тоқып, ары қарай 4 көз тоқитын боламыз. Мінекей. Мына көзімізді белгілеп қоямыз. Біреу, екеу. Шатасып кетсеңдер, мына жерден қарап аласыздар. Мына 1, 2, сосын 2 көз тоқиппыз. Біз енді 2 көз тоқыдық, 1, 2, мына жерге 3 тоқимыз. Мінекей, мына жерден тағы 2 тоқимыз. Біреу, екеу, мінекей, үшеу. Үшеуін тоқыдық. Енді мына жерге екеу тоқимыз. Осылай қатар соңына дейін тоқып шығыңыздар.
мінекей. Дәл осылай өздеріңіз тоғып шығыңыздар. Мінекей, бетінен біз көтереміз. Енді біз 4-еу тоқып, 2-еу тоқымыз керек. Тоқып алдық, мына жерді белгілеп қоямыз, ұмытпаңыздар. Мінекей. Мына тоқып болғаннан кейін біз өтікпен бетіне мата қойып, қарлаған кезімізде мұның барлығы жататын болады. Мына қараңыздар. 1-еу, 2-еу. Мінекей мына жерден мына 2 көз тоқып жүрейік. Мінекей. 1-еу, 2-еу. 3-еу. Мына жерде 4-еу. Және мына жерге 2 көз тоқимыз. Мінекей. Дәл осылай қайталап тоқып шығасыздар. Өздеріңізге керекті дөңгелекке дейін тоқып алыңыздар. Мен қазір өзіме керекті дөңгелекке дейін тоқып алғаннан кейін сіздерге көрсететін боламын. Мінекей қараңыздар. Мен өзіме үлкен болып тоқып жатырмын. 30 сантиметр тауып тұр. Енді біз ары қарай қалай жасаймыз. Мінекей қараңыздар. Біздің аяқталған жеріміз. Осы жерден бір петлямызды көтеріп 7 столбик без накида тоқимыз. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 7. Bir воздушный петля көтереміз. Жұмысымызды кері бұрамыз. Енді біз бірінші көзімізге 2 көз тоқимыз. Мінекей. Және екінші көзімізге 2 көз тоқимыз. Үш көзге ешқандай көбейтусіз тоқимыз. Мінекей. 1, 2, 3. Мінекей. Соңғы 2 көзімізге 2 көзді тоқып шығамыз. Bir воздушный петля көтереміз, жұмысымызды бұрамыз. Мінекей қараңыздар, 3-ші қатарымызда біздер бүйтеміз. Бірінші көзден 2 тоқимыз. Одан кейін 4 көз тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4. Енді мына жердегі ортасындағы көзге 2 тоқимыз. Одан кейін тағы 4 көз тоқимыз. 1, 2, 3, 2, 4. Соңғы бір көзге 2 рет тоқимыз. 1, 2. Мінекей енді қараңыздар. Жібімізді іліп, жұмысымызды құрамызды.
мына жерде тұрған бірінші көзімізге екеу тоқимыз. Біреу, екеу. Одан кейін 12 көзіміз тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 12, және мына соңғы көзімізге 2 рет тоқимыз. Петлямызды көтереміз, жұмысымызды бұрамыз. Мінекей, қараңыздар, сумкамыз шығып келе жатыр. Келесі мінекей, бірінші көзге екеу тоқимыз. Бұл бізде 6-шы қатарымыз, де? Бұл бізде 5-ші қатарымыз айтпақшы. Мінекей. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Мына жерде ортаншы көзге екеу тоқимыз. Одан кейін 6-ын тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, соңғы көзімізге екеу тоқимыз. Мінекей. Мінекей. Неміз көтереміз. Мінекей, біздің сумкамыз шығып келе жатыр. Енді келесі бізде 6-шы қатарымыз. Бірінші көзге екеу тоқимыз. Одан кейін 21 көзіміз тоқып аламыз. Екі шетіне екеу тоқисыздар, қалған ортасын бәрін тоқып шығасыздар ғой. Санап шығамыз қазір мені. Біреу екеу, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 көз тоқып шығасыздар. Одан кейін 18 көзге екеу тоқисыздар. Мінекей. Так, бізде 7-ші қатарымыз енді. Мінекей, бір көзге 2 рет тоқимыз. Одан кейін 7 көзіміз тоқып аламыз. Мінекей, 6-шы қатарымыз болды. Енді 7-ші қатарымызда бірінші көзге 2 столбикті тоқимыз. Және 9 көзімізді тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9. Одан кейін орташыншы көзімізге біз екеу тоқимыз. Одан кейін тағы да 9 көзіміз тоқып аламыз. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 2, 9. Soңғы көзімізге 2 тоқимыз. Жұмысшымыз көтеріп, қазір жұмысымызды барамыз. Біз оған дейін мынаны бір тексеріп алайық. Мінекей, көтеріліп келе жатыр. Осындай болып. Мен сумкамның аузын белгілеп қойдым. Осынша осындай болып тұрады. Осы жерге жеткенше тоқимыз. Әлі бізге біраз тоқу керек. Жұмысымызды барамыз. Келесі біз бірінші көзімізге 2 тоқимыз. Одан кейін ортасында 22 көзімізді тоқып алып, шетіндегі мына көзге тағы 2 тоқитын боламыз. Осы қатарды аяқтап алыңыздар. Неге қараңыздар, біз 8-ші қатарымызды тоқып болдық. Енді 9-ші қатарымызды тоқимыз. Бірінші көзімізге 2 петлемізді тоқып аламыз. Одан кейін 12 көз тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Так, мына жеріміз кішірейіп қалды. Біз қазір екінші жіпті қосып жібереміз. Жіпті күйдіріп жіберейік. Так, мына жерде 4-еуін тоқып алдық. Мына жіпті арасына салып, жіпті жалғайын деп жатырмыз. Мінекей, жіпіміз бітіп жатыр. 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8. Мына жерден бастап қосайын деп тұрмын, потому что мына жеріміз жаңа қосқан жерімізден сәл кіші болып қалды. Екеу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8. Окей. Қазір біз мына жібімізді сәл тартамыз. Окей. Қалай берді осылай. 8 болды. Енді мына жібімізді бұлай қойып, мына жаңағы жібімізбен тоқып кетеміз, новый жібімізбен. 8, мінекей. 9, 10, 11, 12. Біз енді ортасында бір көзге 2 рет тоқимыз. Окей. Ары қарай 11 көзімізді тоқып шығамыз. 1, 2. Жібіміздің басын күйдіріп жүреміз. Сөгіліп кетпеу үшін.
үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 2, 11. Мына соңғы көзімізге екеуден тоқимыз. Жұмыс бетімізді көтереміз. Жұмысымызды бұрамыз. Енді жұмысымызды бұрамыз. Бірінші көзімізге екі петля тоқыламыз. Одан кейін ортасындағы барлық петляны тоқып алып, екінші шетіндегі мынау бірінші көзімізге тоже екі петлядан тоқимыз. Мына ортасында 27 көзі тоқып шығамыз. Бұл бізде 10-шы қатарымыз. Неке қараңыздар, біздің сөмкеміз мына осылай шығып жатыр. Былайынан тігілген кезде неке. Біздер енді тек қана екі шетінен ғана қосып тоқимыз. Мен қазір сіздерге өзгеріс енгізетін болсам, айтамын мына жерде. Маған осы өзімнің неме осы көлемі болады. Қазір біз екі шетінен қосу арқылы бұл екі көзден көтеріліп отырады, және мына жерге дейін ол жетіп қалады қазір. Бізде мына жерде 35 көз болу керек. Қазір бізде 29 көз болып тұр. Ол бізде қазір уже жетіп қалады. Сондықтан тек екі шетінен ғана қосып отырып тоқимыз. Қазір мен сіздерге осынша биіктікке келгеннен кейін көрсететін боламын. Енді біз сумкамыздың бауын тоқитын боламыз. Жүгімізді кіргізіп, мына жерден бетіп бір көз істеп алсақ болады. Бұлайынан біреу, енді қараңыздар, біз сумкамыздың бауын тоқитын боламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, мына жерден бесеу. Бір бұрышын петлямызды көтереміз. Қазір мына жібімізді жасырамыз тағы да. Енді біздер мына жерде бірінші көзге тоқымаймыз, екінші көзден бастап тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Мінекейтімізді іліп алдық. Жұмысымызды бұрамыз. Бірінші көзге тоқымаймыз, екінші көзден бастап тоқимыз. Мінекей. Біреу, екеу. Соңғы көзімізден де өткіземіз. Үшеу. Тағы да бірлеп көрсетейін. Бірінші көзді тоқымаймыз, екінші көзден бастап тоқимыз. Біреу, мінекей.
екеу, үшеу. Осылай өздеріңізге керекті ұзындыққа дейін тоқып шығыңыздар. Мен өзіме керекті ұзындыққа дейін тоқып алайын. Маған 1 метрдей керек. Мына карабиніміздің ұзындығы бізде 5 сантиметр, сонда бізде 10 сантиметр алып тастаймыз. Где-то сол 1 метрдей тоқи беремін. Маған ұзындау болғаны керек. Одан кейін сіздерге көрсететін боламын. Мінекей қараңыздар, біз тоқып болдық. Қазір өлшейміз. 2 сложениеге салып тұрмын. Бізде карабиндарды қоспаған кезде міне бір жақ беті 53 болып тұр. Сонда бізде 1 метр 16 сантиметр болып тұр. Барлық ұзындығы. Қазір енді мен екінші жағын қалай жалғау керектігін көрсетемін. Мінекей қараңыздар. Мынаны осылай қоясыздар да. Мінекей. Мына бірінші көзге кіргізіп тоқисыздар. Мінекей. Екеу. Үшеу. Мінекей және төртеу. Мінекей болды. Мына жібімізді алып, біз мына жақтан былай қазір жасыратын боламыз. Қазір көз өлкен енемізді алайық. Мінекей. Біреу. Екіншісін тағы да өткізіп жүйеге болады. Дұрыстап өткізбесеңіздер, инеміз өтпей қалады. Мінекей, енді бәрі өтті. Бұл жерде артық жібімізді кесіп, және біз оны күйдіріп тастаймыз. Күйдіріп жабысып тастадық. Бұл енді шығып кетпейді. Мінекей. Біз екі жағын сумкамыздың бауын істеп болдық. Бізге енді замогымыз керек. Мінекей. Сумкамыздың замогы. Мына жерде біз сәл екі бұрышынан тігеміз. Және мына тіккен уақытымызда былай мынаны қосып жіберетін боламыз. Мына жерге біз замогымызды алуымыз керек. Содан кейін барлығы дайын болады. Замокты қалай тігетінін мен сіздерге көрсететін боламын. Мінекей қараңыздар, біз қазір мына жерде мына жіптерімізді жасыратын боламыз. Мен көзі кішілеу көп жоғында алайын. Қазір біз мына жіпті жасыратын боламыз.
мінекей мына жібімізді кесеміз. Және біздің мінекей мынаны күйдіріп тастаймыз. Мінекей болды. Мінекей қараңыздар. Біз мына жерде мынаны тоқып өтеміз, иә. Мына жерден бүйтіп алып өткенде біз мынаны былай арасына салып жібереміз. Мінекей. Мінекей қараңыздар. Біз енді міне енемізді осылай өткізу арқылы мына жерден тағы да бүйтіп бір тіке кетеміз. Біз мына кольцомызды зафиксировать етіп жатырмыз. Окей. Енді бір рет тіксек. Мінекей сумкамыздың зафиксировать етіп алдық. Мінекей сол штрих. Окей. Және тағы бір көз тоқып кетейік. Мінекей болды. Енді қайтадан ішіне өткізіп біз жүнімізді жасырамыз. Мына жерден бізге мына жіпті бір түйіндеп алу керек. Мінекей. Және мына астындағы көздің мынасынан өткізіп, міне мына жібімізді сәл жасырып тастаймыз. Так. Дұрыстап жіптеріңізді кіргізбесеңіздер, міне осылай кірмей қалады. Значит, біздер мына жерде көз кіргізбей жатырмыз. Мінекей болды. Енді осы жерден біз жібімізді үзіп мінекей
осылай жабысып тастасаңыздар ол ешқайда кетпейді. Мінекей біз қазір енді екінші жағын тігетін боламыз. Бір, екі, үш, төрт, бес көз тоқ, бес, алты көз тігіп тұрмыз ғой. Санап аласыздар, дәл солай екінші жағынан да тігіп шығасыздар сол кезде. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты осы, иә. Мына жағынан да алты осы санайсыздар. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты осы. Қазір мен жібімді зафиксировать етіп алайын. Мінекей мен бірден мына жақтан бастап зафиксировать етемін қазір. Мінекей. Мінекей. Так, біздің неден өткізіп. Так. Мына жерде ғой. Қате кіріп кеттік. Біз мына көзге кіреміз. Мына көзге кіреміз. Зафиксировать етеміз. Мінекей.
2. Бізде міне 2 мотоктан қалған, осы мына остатки жіптер ғана. Қалғанның барлығын біз өзіміз пайдаландық, осы сумкаға пайдаландық. Неке болды. Неке осылай біз қазір замокты тігеміз енді. Енді бізге замокты тігу үшін жібіміз бен инемізді дайындаймыз. Сәл ұзындау болайық. Осылай тігіп алу керек. Ол үшін мынаны былай болу үшін біз мынаған инемізге тығып алдық. Біз қазір неке қараңыздар. Чтобы жіп көрінбегендей тағы бір рет істеп жүреміз.
мінекей біз зафиксировать етіп алдық. Енді біз ары қарай мына замокты байытуымыз керек. Біз қазір астындағы үстіндегі көздерді санап алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 көз бар, иә? Астында үстінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 көзіміз бар. Бізде мына астында 5 көзіміз артық. Біз сол үшін бірінші үстін тоқитын боламыз. Үстін тігеміз, тоқымаймыз, тігеміз. Замокты тігіп шығамыз. Мінекей, осылайынан қойып. Мінекей. Мінекей мені қараңыздар. Мінекей достар, қараңыздар. Қазір қалай көрсетейін сіздерге. Міне біздің сумкамыз дайын. Мінекей осылай болып шықты. Мінекей осылай болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай. Біз бұған қазір балон тағып көрсетеміз. Мінекей. Балон үтіктеп жіберу керек. Балон оратылып жатыр. Мінекей. Бізде осындай сумкамыз дайын. Менімен бірге соңына дейін талқылағандарыңызға рахмет. Каналымнан алыстамаңыздар. Әлде алда көптеген тегін сабақтарым шығатын болады. Менің каналымнан алыстамаңыздар.